Қайырлы күн достар, Ақмола облысында жас маман жобасы жүзеге асырылды. Бүгін біз құрылыс технологиялық колледжіндеміз. Жылдар бойы дамып, колледж жоғары білікті инженерлік педагогикалық құрамы және мықты материалдық техникалық базасы бар ірі оқу орнына өсті. Ақмола облысы колледждерінің рейтингі бойынша колледж 3-ші орынға ие. Наш колледж участвует в рамках проекта «Жас Маман». В колледже у нас подготовлены 7 мастерских и 2 лаборатории, на базе которых в дальнейшем планируется организация центра компетенций по строительству зданий и сооружений, по эксплуатации, также по организации питания, кулинарное, центр компетенций кулинарного дела, электротехническое и электромеханическое оборудование по видам, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сварочное дело, организация питания, обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования. На наш колледж выделено порядка 435 миллионов 481 тысячи тенге на приобретение оборудования. В дальнейшем планируется по данным 5 специальностям здесь открыть центры компетенций. Жас маман жобасы бойынша 2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап жұмыс берушілердің еңбек нарығының сұранысын ескере отырып, халықаралық стандарттар бойынша кадрлар даярлау бағдарламаларын енгізу жүргізілетін болады. Нәтижесінде колледж халықаралық салалық аккредиттеуге дайындалуы тиіс. Жоба аясында біздің өңірде еңбек нарығының білікті кадрларымен қамтамасыз ету үшін 11 колледжді жаңғырту көзделіп отыр.